бабамыздың аңсаған арманы. Тәуелсіздік жолында көптеген қан төгілді. Тәуелсіздікті жеткізу үшін көптеген іс әрекеттер жасалды. 30 жыл бұрын еліміз тәуелсіздікке қол жеткізді. Қазіргі таңда еліміз дүние жүзіндегі ең ірі мемлекеттердің бірі. Осындай нәтижеге жету үшін көптеген іс әрекеттер жасалды. 30 жылдық тәуелсіздігіміздің аясында Қазақ тілі әдебиет бірлестігінің мұғалімдерімен бірге бірлесе отырып, тіл, ұлт, егемен ел атты апталық жоспары құрылды. Осы апталықта ашық сабақтар, класстан тыс шаралар өткізілуде. Осы шараға баршаңызды белсенді қатысуға шақырамын. Құрметті әріптестер, оқушылар, әрбір адам өз ұлтын, өз тілін, өзінің туған жерін құрметтеу керек. Жүсіп баласағұни айтпақшы, әрбір саналы мәдениетті азаматқа ана тілі мен сол ана тіліндегі әдебиеттің қадірін білмеу мәдениетсіздікке жатады. Өз тілін, әдебиетін қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес. Ана тілі деген халықтың өткен ұрпағын, қазіргі және болашақ ұрпағын тарихи бір тұтастық, мызғымас бірлік, ажырамас туыстық жағдайда мәңгілік біріктіретін сенімді құрал. Ана тіліміз арқылы ғана біз халқымызды, отанымызды танып білеміз. Халық рухының сарқылмас бастауы да сонда жатыр. Қалқаман Сарин. Тәуелсіздік. Еркіндігім, қасиетім, қастерлім. Өзің барда өзгемде жоқ шер мұң. Кеше сенің келбетіңді арманғып, боданына бұзауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа, еркіндік, қош келдің. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қадіріңде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да, Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой маған, саған, оғанда. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнді тері қылмай еңсемді, желтоқсанда жалын атып жастығым, қырсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршылардың қалды ма? 86 ерлігім бе ең соңғы? Уа, еркіндік, құным немен өлшенді? Уа, еркіндік, құным немен өлшенді? Сені көксеп боздақтардың өлсе өлді, сенің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңымды сүйіншіліп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Неспек айтала ана тілім, жүрексің анамның, жүрегіна мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін, сенсіз маған керегіне қаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем, сен арқылы тіршілікпен тілдесем, ел бетіне қалай түзу қараймын, ана тілім, егер сені білмесем. Сенің арқаң дүниеден сұрықсам, сенің арқаң жүзіп ішсем тұнықтан. Туған анамды ұмытқаным емес пе? Туған тілім, егер сені ұмытсам.
тілін бесікте жатқанда ақ берген білім, шыр етіп жерге түскен минут үніне құлағыма сіңірген таныс үнім. Мұқағали Мақатаев. Үш бақытым, ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, құр болмаймын, қымбатырақ алтынның нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім дедің. Кей кезде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. От сөнген жанғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр. 1991 жыл 16 желтоқсан күні ата-бабамыздың арманы орындалып, тәуелсіздік алған күн. Қазақстан жаңа белестерге көтерілген кезең. Ата-бабамыздың арманы орындалған ұлы күн. Біз тәуелсіздігімізді құрметтей отырып, өскелең ұрпаққа тәуелсіздіктің құнын қадірлеу керектігін ұғындырамыз. Тәуелсіз мемлекет біздің баға жетпес байлығымыз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын.